Тарихта екі адамның басын кесуге патшалық билік шешім шығарған болатын. Біріншісі Кенесары, екіншісі Міржақып. Кенесарының басын кесіп, басын қазанға пісіріп, үйтіп басын пепелницаға айналдырып жіберген. Бұл біздің тарихымыздағы ең қанды оқиға, қаралы оқиға. Биыл Кенесары ханның өмірге келгені 220 жыл. Бұны ұмытпауымыз керек. Қазақ үшін Кенесары қай-қайсымызға рух беретін тұлға болу керек. Екінші Міржақып Дулатұлы. Оян қазақ фильмін кім көрді? Сол Оян қазақ фильмінде Міржақыптың басын кесуге, Міржақыптың басын алу үшін қазақтардың өзі атсалысады, білесіздер. Карцер деген 24 сантиметр болады. Карцерге адамды бір аптаға қамайды, бір аптаның ішінде рухы сынбаса 2 аптаға қамайды. Ал Міржақып Дулатұлы 18 айға қамалған. 18 ай дегеніңіз 1,5 жыл ойлап көріңіз. Мына 1,5 жыл бойы осылай қақайып тұрған болатын. Қақайып тұрады. Мына үшін жата алмайсың. Осылай ғана тұрасың. Осының ішінде үлкен дәретті сындырасың, осының ішінде кіші дәретті сындырасың, осының ішінде су ішесің, осының ішінде тамақ ішесің. Болды. Басқа түк жоқ. Аптасына бір-ақ рет 2 сағатқа жексенбі күні далаға шығарады екен. Сол Міржақып атамыздың рухының мықтылығын қарасаңызшы. Мынаның ішінде тұрған кезде екі қолын қабырғаға қойып жаттығу жасайды. Орнынан тұрады, түрлі спорттық жаттығулар жасап тұрады. Одан кейін отырып тұрады кәдімгідей. Сосын осы жерде тұрған нанды алып келіп берсе, нандарды қатырып сухариге жасап шахмат ойнайды. Ана ақыл ойын дамыту үшін. Содан кейін білетін Құран аяттарын толық оқып шығады. Содан кейін есеп шығарып тұрады, қабырғаға жазып. Сосын кейін білетін өлеңдерін жатқа айтып тұрады, осының ішінде тұрып алып. Не үшін? Жынданып кетпеу үшін. Психологиялық тұрған жынданып кетпеу үшін. Айттым ғой, карцерде адам 2 аптадан кейін жынданып, ауырып қалады. Ал Міржақып 2 апта емес, 18 ай, 1,5 жыл бойы осы жерде тұрған. 1,5 жылдан кейін Міржақыпты шығарғанда түрменің бастықтарының өзі таң қалған ғой, мынада не деген рух, мынаны сынбаған. Көрдіңіздер ме? Міне, рух